Сәлем достар, көбінесе адамдардың өмір сүру салтына кедергі болып жататын біздің тез қартаюымызға алып келетін нәрсе бұл гормондардың бұзылысы. Егер сіз үнемі шаршап жүрсеңіз, ұйқы қанбай, түнімен ұйықтай алмай, және де жиі иммунитетіңіз түсіп, көп ауыра беретін болсаңыз, онда осы видео, осы менің бүгінгі ақпаратымды мұқият тыңдаңыз. Гормон өмірімізде ең маңызды орын алады. Жалпы адам ағзасында 65-тен астам гормон бар. Олардың барлығы біздің көңіл күйге, өмірімізге әсер етеді. Жалпы гормондардың бөлінетін уақыттары, мысалы сағат таңғы 4:00-ден 6:00-ге дейін ағзада серотонин гормоны бөлінеді. Яғни бұл бақыт гормоны. 6:00-ден бастап кортизол бөлінеді. Бұл сергектік гормоны. Стресстік гормон деп те атайды. Осы уақытта жылы су ішу өте маңызды. Ағзадан тек токсиндерді ғана шығармайды, стресс гормонының деңгейін төмендетеді және жүрегіңіз тыныш болады. Таңғы 8:00-ден 10:00-ге дейін стероидтар, яғни жыныс гормоны, осы уақытта спортпен айналысу керек. 10:00 мен 14:00 аралығында нейрогормон бөлінеді. Бұл ақыл-ойды қолданатын уақыт. Білесіз бе, бұл уақытта көбірек кітап оқу керек. 14:00-ден 16:00-ге дейінгі аралықта өсу гормоны деп аталады. Осы кезде кішкене ұйқың келіп тұрады. Бірақ 10-15 минут ұйықтап алып, жеңіл жаттығу жасауға болады. 17:00 мен 20:00 аралығы кортизол деңгейі төмендейді. Байқасаңыз, көп адамдар кешкісін спортпен айналысып жаттығу жасайды. Ал негізінде бұл уақытта спортпен айналысу өте қолайсыз. Себебі кешкі сағат 9-да ұйқы гормоны мелатонин бөлінеді. Адам есінеп ұйқысы келе бастайды, барынша жарықтарды өшіріп азайтқан дұрыс. Ал 22:00-ден 4:00-ге дейін эндорфин гормоны бөлінеді. Осы уақытта міндетті түрде ұйықтап қалыңыз. Биоритмге тек адам ғана бағынбайтынын білесіз бе? Жан-жануарлар, құстар барлығы осы қағиданы ұстанады. Барлық адамда кешкі уақытта ұйқыға тартып тұрады. Бұл мелатонин гормонының бөлініп жатқандығын білдіреді. Ал біз осы кезде көзге көк түсті жарықты, телефон, гаджеттерді қолданып жарықтарды азайтпаймыз. Сондықтан біз 22:00-де ұйықтап қала алмаймыз. Мелатонин гормоны 40 жастан кейін аз бөліне бастайды. Сол үшін де түнде тықыр етсе оянып кетеді. Әр жерлері ауырып, жазылулары баяу болады. Себебі осы гормон түнде сізді ұйықтап жатқанда ағзадағы қабыну процестерінің бәрін жеңілдетіп, ағзаны емдеп шығаратын еді. Екінші ең күшті гормон эндорфин гормоны. Бұл гормон түнгі 22:00-ден 4:00 аралығында бөлінеді. Сол кезде ағза толық токсиндерден тазаланады. Тіпті мидың өзі токсинді сұйықтығын осы түнде шығарады. Нерв жүйесі де қайта қалыпқа келетін уақытта ұйықтаңыздар. Тағы бір күшті лайфхак ұйқымен арықтауға болады. Бүгіннен бастап 22:00-ден бастап ұйықтап көріңіздер. Кәдімгідей салмақ тастайсыздар, бірақ ерте тұру шарт. Кім биоритмге бағынады? Комментарий қалдыра кетіңіз.